Сәлеметсіңдер ме балалар? Әдебиеттің 5-ші сабағы 2-ші сынып тақырыбы менің батыр бабаларым. Бүгінгі білетін өлеңдегі ақпаратты білетін боласың, сұрақтардың жауабын мәтіннен таба білу. Балалар, алдымен біз ребусты шешіп көрейік. Бірінші ребуста Абылай екен, екінші ребуста Қабанбай батыр екен. Өзің білетін қазақтың батырларын ата дейді. Бірінші бізде мысалы кім екен? Бөгенбай батыр, Қабанбай батыр, мына жерде Абылай хан және бізде Райымбек батыр. Абылай хан қазақ халқының ханы, қолбасшы. Ол 1711-1781 жылы билік құрған болатын. Абылай хан ол 300-дің басын қосқан хандардың, қолбасшылардың бірі болған. Ақылы мен парасаты, ер билеу қабілетін, мыңдаған жауға қарсы қазақ халқының барлығын басын қосып, тойтарыс бере білген, жауды жеңе білген хан және қолбасшы. Оның шын аты Әбілмансыр. Ол туралы Үмбетай жырау, Бұхар жырау өзінің жырларында Абылай ханның ерлігі туралы, батырлығы, жау жүректігі туралы өлеңдерінде, жырларында қосқан. Өлеңді түсініп оқу. Абылай, жан жақтан бәрі қысқанда, айырып жаумен жақынды, қаптаған қалың дұшпанға ұрандап шықтың атыңды. Абылай, бас қосты сенің қасында 300-дің барлық ұланы. Өлеңде Абылай хан туралы не айтылған? Абылай ханның батырлығын білдіретін сөзді тауып оқы. Иә балалар, сол кезде қалмақтағы қарсы шабуыл жасаған кезде көптеген қасына батырларды жинап алып, өзінің белсенділігімен, өзінің ақылдылығымен жауларды қарсы шығып, оларды жеңе білді. Бұл ханның, Абылай ханның бас қосы сенің қасында 300-дің барлық ұланы дегенде, 300 мысалы, ұлы жүз, орта жүз, кіші жүздің барлық адамдарын басын біріктіріп, ол барлығы кейбір адамдардың қолынан келе бермейді. Сондықтан Абылай хан осы 300-ді басын қосып, жауға қарсы төтеп берген қолбасшының бірі. Абылай ханның батырлығы туралы дегенде, енді бұл жерде жан жақтан бәрі қысқанда, айырып жаумен жақында, қаптаған қалың дұшпанға ұрандап шықты. Яғни бұл жерде өзінің қарамағын қарсы шыққан жаяу әскерлер болсын, атты әскерлер болсын, жауға деген намысы қолдан бермей, жауды жеңеміз, барлық халықты жақсы тұратындығын, жаудың өзінің халқына, елін, жерін қорғауға осындай аттанған батырлар Абылай деген сөзді айтқан кезде оларға күш берген, рух берген. Мінекей балалардың осы Абылай хан туралы қысқаша ақпараттар осы. Өзіңде тағы да жоғары классқа барған кезде толық Қазақстан тарихына Абылай хан туралы білетін боласың. Суреттерге лайықты сөздерді тауып жазды. Мысалы, сүйінші, қуанышты хабар келді, сыныптың намысын қорғады. Жаңағы Абылай деп аттанған кезде ол сүйінші сұрайды, яғни жауды жеңдік деп, сол кезде. Ал қазір кездерде бала мысалы неге жарысты? Ат жарысына, содан кейінгі мүмкін жорға жарысына қатысқан шығар. Сонда қуанышты хабар келді. Неге? Себебі ол ең бірінші келген шығар, алдында озып, өзінің атымен озып келді. Сонда қуанышты хабар келді. Ал сыныптың намысын қорғау кезде ол спортқа қатысып, бірінші орын алып, жаңағы балалар осы қыздың есімін атап, мысалы Сәуле дейтін болса, немесе Кәусар дейтін болса, Кәусар жеңді, немесе Сәуле жеңді деп қуанып, қолдарын көтеріп, жаңағы айғайлап айтып тұр. Яғни бұл да қуанышты хабар. Яғни сыныптың намысын қолдан бермей қорғаған баланың бірі. Ғасырдан жетіп ғасырға болдың сен елдің ұраны. Абылай. Жаңағы айтып өткендей, жауды жеңген кезде немесе ұрандатып, барлығы да Абылайдың ұрпақтары екендігін,
Абылайдың қол астындағы батырлар екендігін, жауды жеңіп, халқының риза болып, мінекей елін жерін бермей жауға қасық қанған қалғанша күрескен батырлар Абылай деп осылай ұрандатып келген болатын. Қорытындылау: қазақ халқы кімдерге батыр деген атақ берген? Үлкендерін сұрап, қазақтың жерін жаудан қорғаған батырлардың есімін біліп алып. Енді батыр деген ол әртүрлі, бұрынғы кезде жауға қарсы шығатын адамдарды батыр деп атады. Ал мынакей қазіргі өзіміз бәйгеден келген, спорттан келген балаларды да батыр деп атауға болады. Сонымен қатар қазіргі кездерде көбінесе балалар суға кетіп қалады, содан кейінгі әйнектен түсіп секіріп, мысалы кішкентай балалар осындай кезде қорғаған адамдарды батыр деп атауға болады, өйткені ол балалардың өмірін, немесе адамның өмірін қорғап қалды. Тағы да өзің ойластырып, тағы кімдерді батыр деп атауға болады. Үлкендердің жаңағы қазақтың жауын қорғаған, енді біз жаңа атап өттік. Сонымен қатар батырлар жырында да Алпамыс батыр, мысалы Қобыланды батырды атауға болады. Кейін революция кезінде ақтарға қарсы шыққан, мысалы Амангелді батырды айтуға болады. Одан кейінгі 1916 жылдары соғыста жаңағы хандарға, билерге қарсы шыққан бізде мысалы батырлар кімдер? Олар мысалы Амангелді Имановты айтуға болады, Исатай мен Махамбетті айтуға болады. Кейін Ұлы Отан соғысы кезінде Әлия мен Мәншүк, Бауыржан, содан кейін Мәлік Ғабдуллин, Қасым Қайсенов сияқты батырларымызды атауға болады. Ал 1984-1991 аралығындағы батырларымыз біздің Қайрат Рысқұлов, Ләззат Асанова, содан кейін Сәбира сияқты батыр қыздарымыз бен ұлдарымыз болды. Ал қазір кезде жаңа өздеріңіз айтып өткендей, бейбіт өмірден батыр адамдар да бар екен.